Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз осындай слоеный самса дайындаймыз. Қамыры тез дайындалатын, қатпарлы болатын осындай дәмді самса дайындаймыз. Ол үшін бізге електен өткен 700 грамм ұн керек, және де салқын осындай 250 грамм сары май қажет. Сары майды салып болғасын, осы видеодағыдай сары майды қолмен езіп, осылай ұнмен осылай елеп шығамыз. Сары майдың бәрі араласып, осындай видеодағыдай шығу керек. Енді 100 мг салқын суға 1 жұмыртқа, 1 шай қасық тұзды араластырып, әдемілеп осы сұйықтықты қосып, елеп шығамыз. Бірақ менде 100 мг судан 15 мг су артылып қалды. Сол үшін суды бірден қоспаймыз, жайлап қосып, әдемі жұмсақ тест шығарамыз. Осындай жұмсақ қамыр шығарамыз. 10 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. 10 минуттан кейін алып, қайтадан иінін қандырып, елеп, бетін жауып қойып қоямыз. Оған дейін біз салмасын дайындаймыз. Салмасына бізге 300 грамм фарш, және де үлкен жуа 2 дәу картоп керек. Осылай турап, тұз, бұрыш, паприка қосып, әдемілеп араластырамыз. Енді қамырымыз дайын болды. Қамырымызды колбаса ұқсатып, осылай ұзыншалап, әдемілеп дайындап аламыз да, бірдей 24 бөлікке бөлеміз. Біздің осы тестіміздан шағын 24 штук самса шығады. Осы видеодағыдай әдемілеп домалақтап аламыз. Барлық қамырды домалақтап болдық. Енді самсамызды жаямыз. Оқтаудың көмегімен осылай жұқа етіп жайып аламыз әдемілеп. Яғни ортасына салмасын саламыз. Өзіңіздің қалауынша аз көп салып, бірінші қолмен өстіп басып шығамыз. Содан кейін шетінен бастап осылай қолдың көмегімен осылай бүгіп шығамыз. Міне. Егер видео ұнаса, мені қолдап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Әлі де тіркелмеген көрермендер болса, төмендегі подписаться батырмасын басып тіркеліп алыңыздар. Егер самсаны қолыңызға ұстап тұрып бүгу ыңғайсыз болса, алдымен столдың үстіне қойып, бір қолды астына тіреп қойып, екінші қолмен осылай бүгуге болады. Бұл екінші әдісі. Бүгу әдісін жақыннан көрсетейін деп, осылай камераны алдына алып келдім. Самсаны міне қолымызбен осылай қатты мыжып бүгу керек. Сонда біздің самсамыз духовкаға салғанда ашылып қалмайды.
Самсаларымыз дайын болып қалды. Духовканы 180 градусқа дейін ысытып қоямыз. Ал оған дейін біз май жағылған тапаға самсаларды салып, бетіне осылай жұмыртқаны сарыуызын жағып шығамыз. Қалауыңызша кунжут, мак себуіңізге болады. 180 градуста ысып тұрған духовканың астын жай қойып, самсаларымды 30-35 минутта пісіріп алдым. Бірақ әркімнің духовкасы әртүрлі болғандықтан духовкаларыңызға қарап тұрыңыздар. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мені қолдап видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ас болсын, міндетті түрде үйде жасап көріңіздер, сондай дәмді қатпарлы самса болып шығады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.